Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve men ittaba'al hudahu ila yevmiddin. Thumma amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ta'ala ve barakatuhu. Ardaқты құрметті ағайын, Алла Субханаху ва Тағалаға қанша шүкірлік етсек те аз екендігі жайында Құранда бір емес, бірнеше жерде келтіреді. Ең әуелі сіздер мен біздерді жоқтан бар еткен, осындай табиғаты мен көлемі кең көлемде болған мемлекетте өмір сүруді, оның ішінде өзін танып, өзіне ғана құлшылық қылуды нәсіп қылған Алла Тағалаға сансыз мақтаулар мен шүкірлер айтамыз. Алланы тануды, Алланы иман етуді нәсіп қылғаннан кейін, өзінің сөзі мен ісі мен үлгі бола білген сүйікті пайғамбарымыз, ақыретіміздің кепілі пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның өзіне, отбасына және де ерген сахабаларына, табиғин, әтбаға табиғиннің баршасына Алланың сәлемі мен салауаты болсын дейміз. Қадірлі құрметті жамағат, Алла Субханаху ва Тағала Құран-ы Кәрімде Тәубе сүресінде Бисмиллахир-рахманир-рахим: Инна иддата шухури индаллахи ithna ашара шахран фи китабиллахи йаума халақас самавати вал арда минха арбаатун хурум. Иля ахирил ая. Бұл аятта Алла Субханаху ва Тағала былай дейді: расында Алланың қасында көктер мен жерді жаратқалы Алланың кітабындағы айлардың саны 12 дейді. Осы айлардың 12 айдың ішінде 4-еуі харам ай болып есептеледі дейді. Демек, мына аятта бізге түсініксіз болған бір сөз пайда болды. Харам айлар. Харам деген сөз, арам деген сөз тек қана тыйым салынған, рұқсат етілмеген, болмайды деген мағынаға естемейді, келмейді. Тек қана сол мағынаны бермейді. Мына жердегі харам деген мағынасы қасиетті, құрметті. Осы 12 айдың ішінде 4-еуі ерекше. Сауап жасайтын болсаң, сауабы басқа айлар секілді тек қана өзінің мөлшерінде емес, еселене беріледі дегендегі мағынадағы харам деген сөз осы бір мағынаға еселіп жатыр, істеліп отыр. Демек, құрметті қадірлі бауырлар, ғұламаларымыз нәпіл оразаға байланысты мынадай бір керемет ашықтама береді, анықтама береді. وَهُوَ كُلُّ صَوْمٍ زَائِدٍ عَلَى الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ. Демек, бұл анықтамадан намаздың түрі көп болған секілді, қажылықтың түрі көп болған секілді, намаздың да түрлері көп. Парыз намаз, уәжіп намаз, сүннет намаз, бекітілген сүннет, бекітілмеген сүннет, түнгі намаздар, 5 уақыт намаздың сыртында оқылатын намаздардың барлығына не дейміз? Нәпіл намаздар деп айтамыз. Одан қарда, егер оқи алмай қалсаңыз, бекітілген намаздың өзін, онда ол қаза намаз болып кетеді. Тура сол секілді оразада не істейді екен? Бөлінеді екен. Парыз ораза ол баршамызға белгілі, қасиетті Рамазан айында ұсталуы керек болған, міндетті болған, ол сол ораза. Екінші ораза уәжіп ораза бар. Үшінші ораза нәпіл оразалар бар. Көрдіңіз бе? Намаз секілді оразадан есеп жатыр, бөлініп жатыр. Демек, не деп жатыр? Парыз және уәжіп болған оразаның сыртындағы ұсталған оразалардың барлығы не болып саналады дейді? Нәпіл оразасы болып не істейді дейді? Саналады дейді. وثبت طلبه بالسنة الشريف
Бұл парыз және уәжіп оразаның сыртындағы артық оразалардың барлығы немен бекітілді дейді? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүннетімен бекітілген оразалар дейді. Не секілді? Ка саумил ашир мин мухаррам ма'a сауми яумин қаблаху ау яумин бa'даху. Бұл мысалы біздің бүгінгі айтқалы отырғанымыз қасиетті Мухаррам айындағы Ашура күнгі бір күн қосып, я бір күн кейінгі күнді қосып, болмаса бір күн алдыңғы күнді қосып ұстайтын Мухаррам айының ішіндегі Ашура оразасы дейді. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, білесіздер, Меккеден Мәдинаға қоныс аударып барғаннан кейін сол Мәдинадағы яхуди халқын осы Мухаррам айының ішінде және Ашура күні, яғни Мухаррамның 10-ші күні не істейді? Ораза ұстағанын байқайды. Ораза ұстағанын байқағаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сұрақ қояды. Мәза, бұл не? Не үшін сендер осы күні ораза ұстайсыңдар деп. Сонда мәдиналық яхудилер не дейді? Біз дейді, бұл күні ораза ұстайтынымыздың негізгі себебі дейді, біздің бауырларымыз сол Фирғауынның қиыншылығынан, азабынан осы күні Алла Тағала оларды не істеді дейді? Құтқарды. Сол үшін біз осыған шүкірлік ниетімен біз не істейміз дейді? Ораза ұстаймыз дейді. Сонда Алла елшісі «Фәәнә әхаққу би Муса минкум». Сіздерден қарағанда мен және менің қасымдағы бір топ мұсылмандар Мусаға тағы да жақынырақ. Себебі біз Муса пайғамбарды мойындаймыз, ал яхудилер пайғамбарымызды мойындамайды. Көрдіңіз ба? Содан пайғамбарымыз осылай деп айтады да, фасаумаху, өзі ораза ұстайды сол Мухаррам айының Ашура күні, уа амара бисиямихи, және қасындағы тұрған сахабаларға ораза ұстауына бұйырады. Және де бұйырған уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не дейді? Алла субханаху ва тағала нәсіп қылатын болса, келесі жылғы келетін Мухаррам айындағы Ашура күні тек қана Ашура күні ғана ұстап қоймаймыз, мына яхудилер секілді. Олардан біздің құлшылығымыз өзгеше болуы үшін, бір күн қосып, бір күн алдын бастаймыз, болмаса бір күнді тағы да қосамыз, екі күн ораза ұстаймыз деп. Қараңыз, көрдіңіз ба? Сол себептен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өмірінде 4 нәрсені тастамаған екен. Бірінші, бұл хадис ан Хафза анамыздан келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 4 нәрсені тастамады дейді. Бірінші нәрсе Мухаррам айы келген уақытта Ашура күні, қараңыз, бір деректерде келеді, Рамазанның оразасы парыз болмастан алдын пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Мухаррам айында ораза ұстайтын еді дейді. Өте керекті деректер. Демек, бұл Рамазанның оразасы парыз болам дегенге дейінгі пайғамбарымыздың әдет қылған оразаларының бірі. Соған жаңағы Хафса анамыз өзінің сөзінде келтіріп жатыр. Алла елшісі 4 нәрсені тастамайтын еді дейді. Бірінші нәрсе Мухаррам айында Ашура күні оразаны тастамаушы еді дейді. Екінші, анау Зилхиджа құрбан айт келеді ғой. Сол құрбан айттың алдындағы 10 күн бар ғой. Сол 10 күн бойы оразаны ұстауды тастамайтын еді дейді. Үшінші, әрбір айда 3 күн ораза ұстауды тастамайтын еді дейді. Және де төртінші тастамайтын нәрсе, бір жорыққа шығып бара жатқан уақытта 2 рәкағат намазды оқуды не істемейтін еді дейді, тастамайтын еді дейді. Құрметті қадірлі бауырлар, Мухаррам айы, жаңа Құранда өзі Алла Тағала айтқандай, 12 айдың ішінде 4 айы арам деді. 4 айы қасиетті, құрметті айлар болып есептеледі деді. Ол Зилхиджа, Зулқада, Мухаррам және Раджаб. Осы 4 ай болып есептеледі. Сол себептен қадірлі құрметті жамағат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы қасиетті Мухаррам айындағы ораза ұстаудың маңыздылығына тоқталды да, енді ораза ұстаудың бұл пайдасы қандай нәтиже береді? Соған тоқталып кетеді. Ан Аби Қатада радияллаху анху, қала Расул саллаллаху алейхи уассалам.
Алла елшісі айтты дейді, Muharram ayı күні, Muharram ayında Ашура күні ораза ұстаудың сауабы соншалықты несі, бұл дейді, күні ораза ұстау себеп болады дейді. Неге себеп болады дейді? Өткен жылдағы істеген күнәларының кешірілуіне себеп болады дейді. Өте сауабы, өте мол. Сіз ораза ұстап жатсыз, бір ғана екі күн ораза ұстап беріп жатсыз, бір жылдық өткен жылдағы істеген күнәларыңызды Алла Тағала кешіріп жатыр. Қандай керемет. Кішкентай ғана нәрсе істеп жатсыз, үлкен нәрсе беріп жатыр Алла Тағала. Және де сол хадисте не дейді? Бір жылдық өткен күнәларының кешіріледі деп мен не істеймін дейді? Үміттенемін дейді. Ан Аишата радияллаху анха қалат. Айша радияллаху анхадан келген хадисте, Кану ясумуна ашура'a qabla an yufrada Рамадан. Міне келді. Не деді? Айша радияллаху анха былай деп жатыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан оразасы парыз болмастан алдын Ашура күні ораза ұстайтын дейді. Ва кана яуман тустару фихи ал-Ка'ба ва ламма фарадаллаху Рамадан қала Расул саллаллаху алейхи ва саллям ман шаа ан ясумаху фальясум ва ман шаа ан ютракаху фальютрак. Не деді? Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мекке алынғаннан кейін не істеді? Рамазанның оразасы жаңағы парыз болғаннан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай деді. Уа сахабаларым, қалаған кісі Muharram айының Ашура күні ораза ұстауда ұстағысы келсе, оразасын ұстасын, ораза ұстағысы келмесе, оразаны ұстамасын. Бұл жерден не деген ұғым шығады? Бұл Ашура күні ораза ұстау сүннет дегеннен шығады. Істемесе болады деген мағына емес. Бұл сүннет ораза, парыз міндетті оразалардың қатарынан емес деген сөз. Бірақ құрметті қадірлі жамағат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде тағы да бір керемет баршамызға үлгі боларлықтай керемет бір хадисті оқыдым. Мен сіздерге айтып кетейін. Ман васса'a аля иялихи яума ашура'a вассa'аху Аллаху вассa'аллаху алейхи саира санатихи. Кімде-кім Muharram айының Ашура күні отбасына сыйлықтар және сол күнгі жайылған дастарханда бір ерекше дастархан, қонақ келетіндей бір дастарханның үстін әсем, Алла Тағаланың рұқсат берген нәрселер және де көптеу шамалы осылай кең ұстайтын болса, Алла субханаху ва тағала сол күнге істелген, сол айға, сол күнге істелген құрметтің бүкіл жыл бойы Алла Тағала дастарханын кең қылып қояды. Сол себептен қадірлі құрметті бауырлар, бұл қасиетті Muharram айындағы ұсталатын, Ашура күнінде ұсталатын оразаның тарихы, шығу несі, жаңа Меккеден Мәдинаға қоныс аударғандағы оқиғалардың барлығын біз тоқталдық. Және де бұның қандай оразаның түріне кіретіндігіне тоқтадық. Және де қаншалықты сауапты екендігіне біз неседік, тоқталдық. Және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл оразаларды 4 нәрсені еш уақытта тастамағандығы жайында да Хафза анамыздан естідік. Алла субханаху ва тағала осындай қасиетті айлардың қадірін түсінген құлдардың қатарынан болуды баршамызға Алла нәсіп қылсын. Muharram айы, яғни Ашура күні қасиетті, берекелі, құрметті болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.